Барлықтарына сәлем, бұл мен Мәншүк. Мен қазір өте шаршап тұрмын. Бүгін бізде үйде қонақтар болды. Қазір сағат кешкі 9. Бірақ сіздермен бөлісемін деп осы қысқа видеоны жазып кеткім келеді. Бұл видео жаңағы шаршаған түріміз, усталость туралы, стресс, усталость, сол туралы. Не істеу керек? Біз бәріміз де адамбыз, бәріміз де білеміз, біздің организміміз, басымыз 24 сағат жұмыс істей алмайды, тоқтамай. Оған демалу керек, оның батареясын өшіріп қою керек. Егер сіз мысалы шаршап тұрсаңыз, яғни сіз өзіңіз біліп тұрсыз, шаршап тұрсыз, немесе біреумен ұрсысып жатсаңыз, немесе мысалы жаман ойлар басыңызға келе бастаса, негативный ойлар, сіз егер осознанно түсінсеңіз, міне мен осындай ойлар келіп жатыр, не үшін? Осындай моменттерде мен сіздерге өзімнің жеке советім, бұл біріншіден ромашка шайын ішу. Мен қазір шөпті ромашка шайын ішіп отырмын. Бұл бәріміз білеміз ромашка шайы не екенін, успокаивающий, бессонницаға жақсы, оның пайдасы өте көп. Ромашка шайын жиі ішіп отыру керек. Ромашка шайын бірден дайындап ішіңіз. Екіншіден, егер сіз біреумен ұрсып, нервничать ете бастасаңыз, сразу бір жұмысыңызды, жасап жатқан жұмысыңызды тоқтатып, бір жерге 5-10 минутқа, 20 минутқа жата қойыңыз. Жата қойыңыз любой жерге. Өз бөлмеңізге барып жата қойыңыз, Көзіңізді жұмып 20 минут жата тұрыңыз. Яғни өз-өзіңізге уақыт беріңіз, жаңағы успокоиться дейді ғой. Үшіншіден, ол таза ауаға шығу. Бәріміз білеміз, жынданып тұрған кезде таза ауаға шығып кетсеңіз, 1 сағат, 2 сағат ол сізге кәдімгідей жақсы болады. Және төртіншіден, ол жай жылы душқа түсіп шығу. Жылы душ, ешқандай машалкамен емес, жай душқа түсу. Расслаблено дейді ғой, расслаблено отырып, сумен өз-өзіңізге келу. Әрине, 5-ші ол медитация, бұл адамдарға, медитацияны жасай білетін адамдарға, бір орында 15-20 минут тыныш отыру. Музыкамен болады, музыкасыз болады, кітаппен болады, аудио кітаппен. Әрине, тәсілдер өте көп. Стресс кезінде, шаршаған кезде не істеу керек екен. Бірақ менің тәсілдерім, соның ішінде ромашка өте жақсы көмектеседі. Маған комментария жазып жіберіңіз, сіз қалай өз-өзіңізге келесіз, қалай сіз өз-өзіңізді успокаивать етесіз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.